Сонымен референдумның өтетін күні белгілі. Президент 6 қазан деді. Енді атом электр станциясын саламыз ба, жоқ па деген жалпы халықтық дауыс беруге тынымсыз дайындық басталады. Бүгін орталық сайлау комиссиясы жоспарын пысықтап, атқаратын жұмысын талқылап, науқанның тәртібін жариялады. Сюжет көрейік. Тойдың болғанынан боладысы қызық. Кешегі президенттің жарлығынан соң елімізде саяси науқанға дайындық бірден қыза түсті. Алдымен орталық сайлау комиссиясы маңызды іс-шараның қалай өтетінін тағы бір нақтылап алды. Жауаптылардың айтуынша биылғы жалпы халықтық референдумға 12 миллионнан аса қазақстандық қатысылады, ал ол үшін жалпы 10.327 сайлау учаскесі ашылады. Тіпті шетелде жүрген азаматтарымызға да дауыс беру үшін 78-і тағы құрылмақ. Сроки определены. 12 қыркүйекке дейін азаматтар референдум комиссиялары орналасатын орындардан хабардар болады. Дауыс беру 6 қазанда таңғы 7:00-ден басталып, кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Онда 12 миллионнан астам адам дауыс бере алады. Алайда бұл цифр барлық өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың өтініштерінен соң өзгеруі мүмкін. Әлі студенттерді вақталық тәсілмен жұмыс істейтіндердің де құжаттарын қарауымыз керек. Сондай-ақ жиында республикалық референдумды өткізуге қанша қаражат керектігі де айтылды. Жауаптылар есеп-қисап жүргізіп, бұл саяси науқанға бас-аяғы 15,5 миллиард теңге жұмсалады деп шешкен. Ал оның 71% комиссия мүшелерінің жалақысына кетсе, қалғаны ақпараттандыруға, бюллетендерге, типография мен түрлі қағаздарды шығару үшін пайдаланылады екен. Біз орталық референдум комиссиясы үкіметке дайындап жібереміз шығыс сметаның жобасын. Бүгін таңертең біз оны істедік. Орталық комиссияның дайындаған сметасында шығыстар жалпы сомасы 15,5 миллиард теңге. Дегенмен орталық сайлау комиссия мүшелері үкіметтен бөлінген ақшаны оңды-солды шашпаймыз деп уәде берді. Референдум аяқталған соң қаражаттың қалай жұмсалған туралы есеп беріп, артылып жатса қайтаратындықтарын жеткізді. Бұдан бөлек жауаптылар тұрғындарға саяси науқан кезінде қандай сұрақ қойылатынын да түсіндірді. Айтуларынша, әр адамға берілетін бюллетен қағаздарында бір ғана сауал болады. Сұрақ мынандай: сіз бұл енді міндетті түрде бюллетенге кіретін сұрақ. Сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген сұрақ. Болды, басқа сұрақ жоқ. Бұл саяси науқанға жолдауда мемлекет басшысы да айрықша назар аударды. Қасым-Жомарт Тоқаев референдумның әділ өтуіне барынша жағдай жасалу қажеттілігін, ал маңызды шешімді халық қабылдайтынын атап көрсетті. Алдағы референдум кең ауқымды жалпы ұлттық диалогтың тағы бір айқын көрінісі болмақ. Шын мәнінде бұл халық үніне құлақ асатын мемлекетке тән сипат. Біз осындай қадамдар арқылы жаңа қоғамдық саяси мәдениеттің негізін қалаймыз. Маңызды мемлекеттік шешімдер қабылдаудың жаңа үлгісін жасаймыз. Енді референдумды өткізу үшін әр өңірдің әкімдігі тиісті өтініштерді өткізуі тиіс. Содан кейін ғана ел тұрғындарының қалай қай учаскеден дауыс бере алатыны анықталады. Дегенмен әр аудан ауылда арнайы мекеме болмағандықтан саяси науқанды мектептерде ұйымдастыруға мәжбүрміз дейді жауаптылар. Ал атом электр станциясына қатысты жалпы халықтық референдумның қорытындысы 12 қазанға дейін белгілі болады. Ақан Иғла, Мақсұт Сарабаев, Еуразия бірінші арнасы.